Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай мектебімізде, яғни нөмір 2 жақсы орта мектебінде Абай Құнанбаевтың қара сөздеріне арналған челлендж басталды. Бұл челленджді өзім мектеп директорының орынбасары, тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлназ Серікжанқызы өзім бастаймын. Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екен білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайран. Ел бағу? Жоқ, елге бағыну жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі болмаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздерін керегенше өздері бағады. Енді қартайғанда қызығын өзің түн көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып, беремін деп қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағуға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз мұңсыз кезде мені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кім болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімнің пайдасы, тыныштықпен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен көк сияны ермек қылайын. Кімде-кімге ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған болды. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. 1890 жыл. Бұл челленджді қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің